Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату ассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ағайын, тажвид сабағымызды сіздермен одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз мәд тақырыбы. Мәд дегеніміз жалпы созу деген мағынаны білдіреді. Бұл мәд әрпіне мына өзіміз білетін үш әріп жатады. Алиф, вау, я. Және жаңа айтып өттік, мәд дегеніміз созуды білдіреді. Осы созу сөзіне қатты мән беріңіздер, өйткені мына әріптер өзінен бұрын келген әріптердің, яғни харакатпен келген әріптердің харакатының, ол фатха болсын, кәсіра болсын, дамма болсын, созылуына түрткі болатын әріптер. Енді мысалға, қазір біз бірінші осы мәд әрпінен болған алифке тоқталып өтеміз. Сол алифті түсіндіруге тырысамыз. Бұл алиф қай уақытта созылады? Егер алиф әрпі сукунды болып келсе, яғни тек өзі келсе, ешқандай харакатсыз, жалғыз өзі келіп, бұның алдындағы әріп фатхалы болып келетін болса, бұл алиф әрпін сол алдыңғы фатха әрпіне қосып созып оқимыз. Мысалға, қала етістігі тұр мына жерде. Қала деген кезде, егер мына алиф болмаса, біз қала деп оқитын едік, қала деп. Ал енді ортада мәд әрпі, мына фатхалы қафтан кейін мәд әрпі кеп тұрғаннан кейін, алиф кеп тұрғаннан кейін қала деп екіге созамыз. Қала. Егер екіге созуды түсініңкіремеген жағдайларыңыз болса, мына саусақпен келтіріп алсаңыздар болды. Мысалы, қала, екеу. Ал енді мына жерде созған кезде қала, уже ләм үшінші санаққа кетеді. Қала. Түсініңіздер ғой, яғни қа әрпінің өзін біз екіге созамыз. Қала. Қалат. Тәбә. Мына жерде тә әрпі фатхалы болып кеп тұр. Енді харакаты фатха, одан кейін мәд әрпінен болған алиф кеп тұр. Тәбә деп созамыз. Мына жерде екеуін де созамыз. Тәбә. Сәхирун. Сәхирун. Сәқибун. Сәбитун. Субатин. Сома. Мен сома. Сад әрпінен кейін фатхалы болған алиф кеп тұр. Көрдіңіздер ғой, сол себепті сома деп екіге созамыз. Рамадана. Ихдина. Табарака. Акабира. Масакина. Масаджиду. Инна нахну. Мына жерде нун әрпі шаддамен кеп тұр, демек алдында біз өткен болатынбыз. Бұл ережені екі нун бар сияқты оқимыз, және үстінде фатха тұр. Ал фатхадан кейін алиф келгендіктен оны созамыз, және мынау шаддалардың хақысын беруге тиістіміз. Инна нахну. Наззална. أرسلنا كرمنا إننا أوحينا سبحانك وتبارك فلما سمعنا عين سكون من جبتريا نون من كين ألف جبتر عندكتن فتح النون من كين يكسر سمعنا وأطعنا ربنا كتبناها لا تخافا. نجد يكي وين دا سوزامس. لا تخافا. جاني لام دا سوزامس. Бұл жерде мына форманы жаттап алыңыз. Ләм мен алифтің қосындысы. Яғни бұл жерде бірінші ләм әрпі келіп тұр. Фатхалы ләм әрпі. Одан кейін мәд әрпінен алиф келгендіктен бұл екеуін қосып осылай жазады да, лә ғып екіге созамыз. Лә тахафа. Хафизатун. Қанитатун. Биғуламин. Бұл да сөздің ортасында келген ләм мен әлифтің қосындысы. Яғни мұна екеуі бір.
Мынау тек сөздің басында келген кезде осылай жазылады. Ләм мен алифтің қосындысы сөздің ортасында келген кезде осындай формада жазылады. Яғни зрительный памятьпен жадыңызда сақтап алсаңыз, оп-оңай осы екі түрін. Екеуі де бір. Ләм мен алифтің қосындысы. Мынаны да екіге созып оқимыз, мынаны да екіге созып оқимыз. Биғуламин, бидуханин, мутаин, матаун. Бұл енді алифке қатысты болған мысалдар. Енді сіздермен я әрпіне, мәд әрпінен болған я әрпіне қатысты мысалдарға тоқталып өтейік. Бұл да дәл солай. Я өзінің алдындағы әріптің харакатына байланысты екіге созылады. Мысалға, я әрпі келсе, сукунды я әрпі ешбір белгісіз өзі келіп, оның алдындағы әріп харакатты болса, және харакаты кәсіра болса, яға сәйкес. Онда тура жаңағы алифті созғандай, я мен алдыңғы әріптің харакатын қосып екіге созамыз. Мысалға, қила, қила, қиді екіге созамыз. Қила, қида, кила, нила, жадиден, баидин, хакимун, ятимун, иза қила. Мына жерде зә әрпі фатхалы болғандықтан, одан кейін әлиф кеп тұрғандықтан, мәд әрпінен бұны да екіге созамыз. Иза қила, алимун, фи әмрина, фи садрина, екі жерде созамыз. Мына жерде мәд әрпінен болған я кеп тұр, мына жерде біз жоғарыда өткен мәд әрпінен болған әлиф кеп тұр. Көрдіңіздер ғой. Және бұны әлифте харакаты фатха болу керек, яйда харакаты алдыңғы әріптің кәсіра болу керек. Ғафилина, залимина, абидина, халидина, мустақима, насина, ин насина, насибана, абабила, мусаллина. Ләм әрпі шәддамен кеп тұр. Шәдданың астында сызықша келгендіктен бұл кәсіра сызықшасы, сол себепті одан кейін я кеп тұр мәд әрпінен. Ендеше мусаллина деп екіге созамыз. Мубаширина, мин сиджилин, тармихим, айдихим, яхдикум, min akhihi, qawmi, wa ja'alani, yastafi, tabtaghi, wa kathiran, wa qalilan, laqadirun, lihadithin, biqaribin, bidoninin, lashadidun, wa nakhilun, sadiqikum, khati'ati. Мына жерде екі мәд әрпінен болған яның екі рет келуі. Мына жерде тимен бір келіп тұр, одан кейін тимен бір келіп тұр. Khati'ati, mu'ридина, ла жами'ун. Бұл мәд әрпінен болған яға мысалдар. Енді мәд әрпінен болған үшінші әріп уаудың мысалдарына тоқталып кетейік. Бұл да тура солай. Уау әрпінің алдында қандай да бір әріп даммамен келетін болса, харакаты дамма болатын болса, одан кейін уау бір өзі келетін болса, ешбір белгісіз, я сукун күйінде, онда алдыңғы әріптің харакатымен қосып уауды екіге созамыз. Мысалға, нухун, лутын, худан, рухун, а'удhu, нa'удhu, ятубу,
تكون يدخلون تعبدون عابدون تدرسون ساهون. мына жерде екі мысал келіп тұр, мінекей мад әрпінен болған алифті созып отырық және вауды созып отырық. Ямнауна мауна қайюмун. мына жерде я әрпі шаддамен келіп тұр, демек екі я бар сияқты оқимыз, күшейтпелі және шадданың үстінде дамма белгісі келіп тұр. Одан кейін мад әрпінен болған вау келіп тұр, сол себепті қайюмун деп созамыз. مغضوب ينفقون يوقنون مفلحون لما تقولون وإذا لقوا تتقون من جوع ما يخدعون. мына жерде мәні созамыз. ما يخدعون مجتمعون لمردودون. екі мәт келіп тұр, мына жерде вау әрпінен болған екі мәт әрпі келіп тұр, вау. Ламардудуна. мына жерде мәт әрпінен болған вау екі мәрте келіп тұр, оның алдындағы міне дәл әрпінің екеуі де дамма болып тұр, сол себепті екеуін де екіге созамыз. Ламардудуна ватазаруна фаатбаухум قتلتموهم لا يتمتعون سيغلبون يسألونك يستأذنونك. Алифтің үстіне хамза келіп, хамза оның үстіне сукун келсе біз айттық деп, яғни яста кішкене қаттырақ оқимыз, яста деп тоқтаймыз. Ястазинука ясмаунака тастатиуна. Алдыңғы сабақтарда Алла нәсіп етсе бұл хамзаның ерекшеліктерін түсіндіріп өтетін боламыз. Әзірге осылай оқып үйрене беріңіздер, көздеріңіз, тілдеріңіз үйрене берсін. Енді қадірменді ағайын, мына жерде бір ескертетін бір мәселе бар. Бұл мына кейбір Құран басылымдарында мәт әрпінің үстіне мынандай шеңбер қойылады. Бұл шеңбер сол мәт әрпінің оқылмайтындығының белгісі. Мысалға, егер мына шеңбер болмаған жағдайда мен мына нәдан кейін келген әлифті созуым керек еді. Әнә деп. Бірақ мына шеңбер келгендіктен мен әнә деп қана тоқтаймын. Мына жерде де дәл солай. Даммалы болған әлиф әрпінен кейін мәт әрпінен оу келіп тұр. Егер мына шеңбер болмаған кезде мен оны у деп созуым керек еді, бірақ бұл жерде шеңбер болғандықтан, қойылғандықтан мен оны созбаймын. Ула деп бірден ләмға түсіп кетемін. Енді бұны мысалға Құранның мысалынан келтіріп өтетін болсақ, Бақара сүресінің алғашқы 5 аятында мысалға мінеге көрдіңіз бе? Құранның аятында үстінде мысалға шеңбер көрсетілген. Мысалға тура жаңағындай даммалы әлиф келіп тұр, одан кейін мәт әрпіне болған вау келіп тұр. Бұл ваудың оқылмайтынын білдіретін үстіне шеңбер қойылған, сол себепті сіз у деп созып жатпайсыз. Бұл жерде улаика аля худан мир раббихим. Улаика деп ләмға ула деп бірден түсіп кетесіз. Улаика аля худан мир раббихим ва улаика хумул муфлихун. Мына жерде екі жерде тұр, көрдіңіз ба? Ал жаңағы сіздің өткен мәттеріңіз созылатын мінекей муфлихуна. Мына жерде де келіп тұр, көрдіңіз ба? Муфлихуна. Бұны ертең Алла нәсіп етсе Құранға түскен кезде практикалық тұрғыдан тағы да нақтылап аламыз. Қадірменді ағайын, мінекей бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз осы мәт әріптерінің созылуына қатысты ережелер. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін, ілімдеріңізді арттырсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.